Қордайда қара бүлдіргеннің еуропалық сорты өсет десе сенер ме едіңіз? Қағыс естімедіңіз. Жер-ананың бабын тапқан бағбан жидектің еуропалық сортын жерсіндірді. Әлжан-ана ауылында кәсіптің жаңа бағыты дамып келеді. Қара бүлдірген мен таңқурай өсіруден басталған шағын кәсіп бүгінде табысты, ауқымды шаруашылыққа айналды. Ауылдағы бұл алқап бүгінде ерекше кәсіптің үлгісіне айналған. Жеке кәсіпкер Жасұлан Әбдіматов соңғы 2 жыл бойы жидек өсірумен айналысып келеді. Негізгі бағыты қара бүлдірген мен таңқурайдың шетелдік сорттарын өсіру. Алғашында ол бұл істі тәжірибе ретінде небәрі 1 гектар жерден бастаған. Жергілікті климатқа бейімделген өнім сапалы болып сұранысты арта түскен. Соның нәтижесінде кәсіпкер шаруашылық көлемін кеңейтіп, қосымша 4 гектар жерде игеруге кіріскен. Қазір алқаптың 1 гектары толық өнім беріп тұр. Малинаның Лохнес деген сорты бұл Еуропадан келген сорт, Шотландияда шыққан бұл негізі. Кішкене дәмі қышқылда болады, қарала болады түрі. Бұл мысалы алыс жолға мысалы тасыған кезде 5 күн, 7 күн ішінде транспортабельный ары-бері тасса болады, бұл ақпайды бұл. Бүгінде ауыл тұрғыны еуропалық сапалы сорттарды жергілікті жерде өсіріп, табысты кәсіп қалыптастырып отыр. Ең бастысы бұл бастама ауылда жаңа жұмыс бағытының дамуына жол ашып, кәсіпке қызығатын жастарға үлгі болуда. Жалпы ауылымызда ауыл тұрғындарының барлығы көбісі дерлік ауыл шаруашылығымен айналысады. Жасұлан деген азаматымыз бар. Ол кісі өзінің ауыл шаруашылық алқабына 4 гектар, шамамен 4 гектар егін алқабына ежі малина отырғызған болатын. Біз әрқашан ауылымыздағы кәсіпкерлерді қолдауға дайынбыз, және де кәсібімді бастайым деген азаматтарға барлық қолдауларды көрсетуге дайынбыз. Осылайша Әлжан-ана ауылында басталған шағын бастама бүгінде табысты кәсіпке айналған. Еуропалық сорттарды жергілікті жерде жерсіндіріп, сапалы өнім өндіру ауылдағы кәсіпкерліктің жаңа бағытын көрсетеді. Еңбек пен ізденістің арқасында кәсіп иесі алдағы уақытта өнім көлемін ұлғайтып, кәсібін одан әрі дамытуды жоспарлап отыр. Айгерім Қожабайқызы, Нұрали Абиұлы, Қордай 24 Ньюс.